Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызашарға өте дәмді, ерекше тағам түрімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қамырын елеп аламыз. Ол үшін ыдысымызға су, жұмыртқа, тұз салып бір араластырамыз да, ұнын салып, нанымызды елеп аламыз. Мен нанды осындай ас үй машинасы Kenwoodта елеп алатын боламын. Сіздер қолмен елесеңіздер де болады. Қаттылап еленген қамырымызды салафан қалташасына салып, бөлме температурасында иін қандыруға қойып қоямыз. Келесі кезекте қазанымызға майымызды салып, қыздырамыз. Мен қыхи майын қолдандым. Одан үстінен етін салып, жақсылап тұрып, қуырып аламыз, қызартып. Сөлі тартылғаннан кейін осында пияз бен сарымсағымызды салып, тағы да 3-4 минут аралығында қызартып қуырамыз. Кейін сәбізіміз бен редкамызды саламыз да, қуырып, үстінен болгар бұрышын, картобымызды, томат пастасын және 1-2 ас қасықтай соя соусын қосып, жақсылап араластырып, 1-2 минут аралығында қуырып аламыз. Кейін үстінен суын құямыз. Су көкөністердің бетін толық жауып тұруы қажет. Енді бір араластырамыз. Тұзын салам, дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Менікі енді етім тұзды болғандықтан тұз салмаймыз, және де бетін қиғайлы жауып, осылай баяу отта бүлкілдетіп, қамырыз дайын болғанша қайнатамыз. Енді мен қамырын осындай Kenwoodта ас үй машинасында жайып алатын боламын. Қолмен жайсаңыздар да болады. Міне осындай бір келкі әдемі қамыр болады. Егер де сіздер қолмен жаятын болсаңыздар, кішкене қамырды жұмсағырақ етіп илеуге болады. Енді мантыға кескендей етіп 4 бұрышлап кесіп шығамыз, және салмасына мен осындай шпинат пен сулугуни сырын қолдандым. Шпинатты жақсылап жуып, турап, және де теркадан сулугуни сырын өткізіп алып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз қосуға болады, және де видеода көрсетілгендей манты тәріздес етіп түйсеңіздер болады, немесе осындай вареники сияқты етіп, үлкен-үлкен етіп, осылай видеода көрсетілгендей түйіп шығасыздар. Және де қазанға салған кезде бір-бірінің үстіне тұратындықтан жабыс қалмас үшін осылай барлығының үстін майлап шығасыздар сұйық маймен. Енді ол кезде біздің подливымыз дайын тұрады. Енді жаңа дайындап қойған салмалы қамырларымызды видеода көрсетілгендей етіп салып шығасыздар. Бір-бірінің үстіне қорықпай сала беріңіздер, жабыспайды. Және де астын баяулатамыз да, баяу отта қақпағын толығымен жауып, 40 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне 40 минуттан кейін осылай пісіп шықты. Өте дәмді. Енді міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне және осылай табағымызға салып шығатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығы ешқандай да жабыспай осылай алынып шығады. Және де астындағы подливын ортасына құйып ұсынасыздар. Енді дәмі шынымен де ерекше болып шығады, себебі қамырдың ішінде салмасы ерекше болып тұр. Міндетті түрде жасап көруге кеңес береміз. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға көп-көп рахмет.